Қайырлы күн, пайдалы кеңестер арнасының оқырмандары. Егер сізде аяқтағы грибок мазалайтын болса, онда осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Және де арнаға жазылып достарыңызбен бөлісе отырыңыз, олар да біліп жүрсін. Аяқтағы грибок, микоз, бұл терінің немесе тырнақтардың саңырау құлақ инфекциясы. Ол көбінесе аяқтағы тері мен тырнақтың ылғалды жағдайда қалып, бактериялар мен саңырау құлақтардың көбеюіне себеп болады. Аяқтағы грибокты емдеу үшін бірнеше әдістер мен құралдар қолданылады. Міне олардың кейбіреулері. 1. Антифунгалды кремдер мен жақпа майлар. Саңырау құлақ инфекциясын емдеу үшін арнайы кремдер мен жақпа майлар қолданылуы мүмкін. Олар тікелей инфекция орнында жұмыс істейді және теріге жақсы сіңеді. Мысалы, клотримазол, меконазол, тербинафин. Қолдану тәсілі: кремді немесе жақпа майды таза және құрғақ теріге күніне 1-2 рет жағу керек. 2. Антифунгалды таблеткалар. Егер инфекция терең немесе кең таралған болса, дәрігер ауыз арқылы қабылданатын таблеткаларды тағайындауы мүмкін. Мысалы, тербинафин, флуконазол, итафунгин. Қолдану тәсілі: бұл дәрілер дәрігердің тағайындауымен және белгіленген мөлшерде қабылдануы керек. 3. Тырнақ саңырау құлағын емдеу. Егер грибок тырнаққа әсер еткен болса, арнайы тырнаққа арналған препараттар немесе лактар бар. Аморолфин лак тырнақ саңырау құлағын емдеуге арналған лактардың бірі. Қолдану тәсілі: лакты күнделікті тырнаққа жағып, бірнеше апта бойы қолдану керек. 4. Үйде қолдануға болатын табиғи құралдар. Сарымсақ. Сарымсақтың құрамындағы антибактериалды және антисептикалық қасиеттер саңырау құлақтарды өлтіруге көмектеседі. Сарымсақты турап, жұқа қабатпен грибоктың орнына жағып, 15-20 минут ұстауға болады. Теңіз тұзы. Теңіз тұзының антисептикалық қасиеттері бар. 1 литр жылы суға 1-2 ас қасық теңіз тұзын ертіп, аяқтарыңызды 20-30 минут бойы сол суда жуыңыз. Кокос майы. Кокос майы теріні ылғалдандырып, саңырау құлақтардың өсуін тоқтатуға көмектеседі. Оны аяқтың зақымдалған жерлеріне күнделікті жағу керек. 5. Гигиена сақтауды ұстану. Грибоктың таралуының алдын алу үшін аяқтағы ылғалдылықты бақылау керек. Аяқтар күнделікті жуылып, жақсылап құрғатылуы тиіс. Аяқ киімнің ішін желдетіп, ылғалды жағдайда болмасы үшін таза шұлықтарды жиі ауыстырып тұру керек. 6. Табиғи дәрілер мен қоспалар. Қара шай майы, tea tree oil, бұл майдың антисептикалық және антифунгалды қасиеттері бар. Оны тікелей грибок зақымдаған жерлерге жағуға болады. Лаванда майы. Лаванда майының да антисептикалық қасиеттері бар. Оны теріге жағуға немесе жуу суларын қосуға болады. 7. Аяқтағы грибоктың алдын алу. Жеке гигиенаға аса мән беру, аяқтарды үнемі жуу, құрғақ ұстау, таза және құрғақ шұлық кию, қоғамдық орындарда, бассейндерде емес спорт залдарда арнайы киім кию. Аяқ киімді дұрыс таңдау және оны уақытында ауыстыру аяқтағы грибоктың емделуі уақытты қажет етеді. Кейде бірнеше апта немесе айлар бойы емделуі мүмкін. Егер үй жағдайында қолданылатын дәрілер мен құралдар көмектеспесе, немесе инфекция кең таралған болса, дәрігерге жүгіну керек.